Месси мен Мбаппе не себепті дауласып келіспей қалды? Деликт Бавария сапына ауысуды қалайды. Роналдо Челси сапына ауысуы мүмкін. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы бүгінгі видеода. Еңбегімізді бағалап лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді футбол арнасына барынша қолдау көрсетейік. Ал олай болса, біз бастаймыз. Туринде Ювентус клубы егер голландиялық қорғаушы Матис де Лигтті сата алатын болса, онда олар 3-4 жаңа футболшыны сатып алуды көздеп отыр. Осы жөнде тілші Джанлуки Ди Марцио мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша итальяндық ұжым Наполи қорғаушысы Калидо Кулибали, Фиорентина қорғаушысы Никола Миленкович, сондай-ақ Романың жартылай қорғаушысы Никола Дзаньоларға қызығып отыр. Сонымен қоса шабуылшы Альваро Моратаны қайтарып алу нұсқасы да қарастырылуда. Ювентус Матис де Лигтті тек 90-100 миллион еуролық сомаға жіберуге дайын. Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Бруно Фернандеш командалық номерін ауыстырды. 2019-20 жылғы маусымнан бері португалдық футболшы 18 нөмермен өнер көрсетіп келген болатын. Енді Бруно Фернандеш осының алдында Хуан Матаға тиесілі болған 8 нөмерде ойнайтын болады. Өткен маусымда АПЛ-да 36 ойынға қатысқан Фернандеш 10 голды соғып көзге түсті. Достар, бізді 70%-ға жуық көрермендеріміз әлі де тіркелмей көреді екен. Біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Футбол жайында қызықты әрі сапалы видеоларды өткізіп алмас үшін біздің арнамызға тіркеліп, қоңырау түймешесін басып қойыңыздар. Манчестер Юнайтедтің бас жаттықтырушысы Эрик Тен Хаг Барселонаның жартылай қорғаушысы Френки де Йонгпен жеке арнайы келіссөздер жүргізіп көрмекші. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Жоан Лапортаның Френки де Йонг мүлдем сатылмайды деп айтқан арнайы мәлімдемесіне қатты мән бермей-ақ қойыңыздар. Себебі Манчестер Юнайтед пен Барселона клубтары қазір тікелей байланыста. Жеке шарттар талқыланбады, себебі де Йонг Барселонада қалап Чемпиондар лигасында ойнауды қалайды. Жақын күндер аралығында Эрик Тен Хаг ойыншыны көндіру үшін барын салатын болады деп жеткізген екен инсайдер. Ал тілші Жерар Ромероның деректеріне сүйенсек, де Йонгқа Челси клубы да көз тігіп отыр. Олар егер нидерландиялық ойыншының Манчестер Юнайтедке ауысу трансфері орындалмай қалған жағдайда, оны өз саптарына қосып алуға тырыспақшы. Наполидің сенегалдық қорғаушысы Калидо Кулибали итальяндық командадан кету шешімін қабылдап қойған, және ол Барселона сапына ауысуды қалайды. Осы жайында инсайдер Джанлуки Ди Марцио хабарлауда. Мәліметтерге сүйенсек, футболшы Наполи сапынан кеткеннен кейін де басқа ешқандай итальяндық командаға ауысқысы келмейді. Ойыншыға негізінен Ювентус клубы қызығып отыр. Алдағы жаңа маусымнан бастап Педри Барса сапында 8 номерлі жейдемен өнер көрсететін болады. Осыған дейін дәл осы номерде аңыз ойыншы Андрес Иньеста ойнаған. Өткен маусымның ортасынан бері Педри 8 номерді өзіне алғысы келетінін бірнеше рет жеткізген еді. Дегенмен ол кезде номер Дани Алвеске тиесілі болған. Енді Педриде өзінің атын каталонды клубтың тарихына жазып қалдыруының керемет мүмкіндігі туындап отыр. Тоттенхем клубының баспасөз қызметі Барселонаның француздық қорғаушысы Клеман Лангленің трансферінің ресми түрде орын алғандығын жариялады. Ағылшындық команда футболшыны сатып алу құқығынсыз 1 жылдық мерзімге жалға алды. Манчестер Сити клубы алжирлік футболшы Рияд Марезге жаңа келісім-шарт ұсынбақшы. Тілші Фабрицио Романоның мәліметіне сәйкес, Марезден бөлек ситилік клуб Фил Фоден, сондай-ақ Родрилерге де жаңа келісімді ұсынуды қарастыруда. Өткен маусымда 31 жастағы Марез 47 матчқа қатысып 24 гол және 9 голдық пастың автор атанған. Оның Манчестер Сити мен қазіргі келісімі 2023 жылдың жазына дейін негізделген.
Манчестер Юнайтед командасы әлі де Аякстың бразилиялық шабуылшысы Антониді сатып алғылары келетін ойларынан тайнар емес, деп мәлімдеуде Гол баспасы. Деректер бойынша ағылшындықтар ойыншы үшін 60 миллион еуроны төлеуге дайын. Дегенмен Аякс ұжымы өз ойыншыларын тек 80 миллион еуроға жіберуге әзір. Бразилиялық шабуылшыға сонымен қатар Челси клубы да қызығушылық танытуда. Аргентиналық шабуылшы Пауло Дибала Интер сапына ауыспайтын секілді. Инсайдер Джанлуки Ди Мартионың хабарлауы бойынша Миланда клуб Челсидің бельгиялық шабуылшысы Ромелу Лукакуды жалға алғандарынан кейін Дибалаға деген қызығушылықтарын жоғалтқан. Ювентустың бұрынғы шабуылшысы өзіне әлі де жаңа команданың табылмай жатқанына алаңдаулы. Осыған байланысты ол жалақылық сұранысын төмендетуге мәжбүр болуы ықтимал. Қазір ол жылына шамамен 6 миллион еуролық жалақыны сұрап отыр. Ал итальянда клубтар оған тек жылына 4-4,5 миллион еуроны төлеуге әзір. Ливерпуль клубы орталық қорғаушы Джо Гомеспен жаңа келісім-шартқа отырды. Мерсисайдта клубтың баспасөз қызметінде хабарланғандай, жаңа келісім 2027 жылдың жазына дейін жасалынған. 25 жасар футболшы Ливерпуль сапында 2015 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Ювентустың голландиялық қорғаушысы Матиас де Лигт тек қана Бавария сапына ауысуды қалайды, деп хабарлайды Sky Sport баспасы. Баспаның мәліметіне сәйкес ойыншы немістік командаға ауысуға өз келісімін бергендей екен. Мюнхендіктер де Лигт үшін 75 миллион еуро. Сонымен бірге бонус ретінде 15 миллион еуроны төлеуге дайын. Манчестер Юнайтедтің бұрынғы аңыз ойыншысы Рио Фердинанд Криштиану Роналдуға қатысты болып жатқан жағдайға өзінің пікірін жеткізді. Әрине, Роналдудың көңілі толмайды. Мен де егер оның орнында болсам, солай жасайтын едім. Ол бірінші орынға таласып, әбден үйреніп қалған. Ал қазір ол бұл мүмкіндіктен айырылып отыр. Тіпті клуб чемпиондар лигасына да өтпей қалды. Ол тіпті Еуропа лигасының әнұраны қандай екенін білмейтініне сенімдімін, деп жеткізген екен Рио Фердинанд. Белгілі болғандай, Криштиану Роналду командамен бірге маусымалды дайындық турлар ойынына қатыспайды. Айтып өтсек, Манчестер Юнайтед командасы маусымалды дайындықты Таиланд және Австралия елдерінде өткізбек. Әлі де Роналдудың болашағы белгісіз. Ол Челси сапына ауысуы мүмкін делінген деректер бар. Әлі де ешқандайда бір келіссөздерге қатысты нақты ақпараттар жоқ. Роналду Манчестерде қалады ма? Әлде ол қай командаға ауысады? Әзірге бұл сұрақтың жауабы беймәлім күйде қала бермек. ПСЖ клубында команданың лидер ойыншылары Лионель Месси, сондай-ақ Килиан Мбаппе арасында келіспеушілік дау пайда болды, деп мәлімдеуде Mundo Deportivo баспасы. Ақпараттарға сүйенсек, екі ойыншы бразилиялық шабуылшы Неймардың алдағы болашағы бойынша екі бөлек әртүрлі пікірде. Мбаппе клуб басшыларынан Неймардан құтылуды сұрастыруда. Ал Месси болса бұған қарсы шығып, Неймардың қалғанын қалап отыр. Месси Неймардың ПСЖ-ға әлі де пайдасын тигізе алатынына сенімді. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.